Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 6-шы практикалық сабағымызды бастаймыз. Сабағында алған білімімізді практикада қолданып көрейік. Сөйлемдегі жіктік жалғаулы сөздерді көрсетіп, қандай тұлғада жіктеліп тұрғанын анықтайық. Әдетте жіктік жалғаулы сөз сөйлемнің баяндаушы болады. Бірінші сөйлемде жолдас болыпты дегенде оның тұлғасы көсемше тұлғасында жіктеліп тұр. Көсемше тұлғасында. Екеуі бір жардың басына келіп қонады. Қайтеді? Қонады. Ол да көсемше тұлғасында тұр. Түлкі жолбарыстың аяқ жағына жатыпты. Жатыпты. Ып деген көсемше тұлғасында жіктеліп келіп тұр. Жолбарыс ұйықтап қалғанда түлкі жолбарыстың үстіңгі жағына шығып. Бұл жерде жіктік жалғау жоқ, себебі баяндауыштар тиянақсыз. Әй, жолбарыс, мені басып кеттің, арырақ жат депті. Бұл жерде мені басып кеттің дегенде. Басып кеттің. Бұл жерде жедел өткен шақ тұлғасында тұр. Жедел өткен шақ тұлғасында жіктеліп тұр. Арырақ жат дегенде бұйрық райда жіктеліп тұр. Депті дегенде депті. Бұда көсемше тұлғасында жіктеліп тұр. Жолбарыс жылжи беріп жардан құлап өліпті. Өліпті дегенде бұда жедел көсемше тұлғасында тұр. Көсемше тұлғасында тұр. Осы секілді екінші сөйлемді өздеріңіз талдап көріңіздер, сөйтіп жауабын тексеріңіздер. Берілген сөйлемдерден нөлдік тұлғадағы сөздерді анықтаймыз. Бірінші сөйлемде шындық артық. Себебі шындық сөзі сөйлемнің бастауыш болғаннан кейін ол атау септікте келеді. Артық сөйлемнің баяндаушы жіктеліп қолданылды, сондықтан жіктік жалғауында тұр деген сөз. Келесі, ат айналып қазығын табар. Ат сөзі сөйлем бастаушы, атау септікте тұр. Табар деген сөйлем баяндаушы жіктеліп қолданып жіктік жалғаудың үшінші жағында тұр. Күріш арқасында күрмек су ішеді. Ненің арқасында? Күріштің дегенде ілік септік түсіп қалып тұр. Ілік септігі. Ал күрмек сөйлем бастаушы атау септікте тұр. Ішеді дегенде нөлдік тұлға жоқ. Құсты қанат ұшырады. Мұнда қанат сөзі сөйлем бастаушы болғандықтан атау септікте қолданылып тұр. Адамды талап ұшырады. Бұл да тура сол сияқты талап сөзі атау септікте тұр. Ары қарай өздеріңіз талдап нөлдік тұлғадағы сөздерді, оның ішінде бүкіл жалғауларды анықтаймыз. Себебі нөлдік тұлға жалғауға қатысты қолданылады. Жауаптарыңызды берілген нәтижемен салыстырып көрсеңіздер болады. Келесі талқылау деңгейінде төмендегі тапсырмаларды орындайық. Жіктік жалғау мен жақ категориясы бірме пікір жазыңыз. Бұл жерде жалғау деген ұғым менен категория деген ұғымның айырмашылығын көрсетейік. Жіктік жалғау дегенде жекелеген жалғауларды ала береміз. Мысалы, бірінші жақтың жіктік жалғауы, екінші жақтың жіктік жалғауы деген секілді. Ал категория дегенде сол бүкіл жалғаулардың, жіктік жалғауларының жиынтығы түсініледі. Сондықтан біреуі жалқы жеке дара ұғым болса, біреуі жалпы ұғым болып табылады. Мұнда жазсаңыздар болады. Нөлдік тұлға неге жалғауларға ғана қатысты қолданылады, себебін түсіндіріңіздер. Ойланып көрейік. Нөлдік тұлғаның жалғауға қатысты қолданылатын себебі жұрнақ түсірілген кезде оның қандай тұлға екені белгісіз болып қалады. Ал жалғау түскен жағдайда оны екінші сөз арқылы тауып аламыз. Мысалға, атау септікте тұрғанын оның жіктік жалғаудағы сөзбенен байланысты болғандықтан сол арқылы тауып аламыз. Ілік септіктегі сөз әрдайым тәуелдік жалғаудағы сөзбен байланысады. Яғни байланысы тығыз болғандықтан ілік септікті түсіріп айта беруге болады. Келесі, нөлдік тұлғаның түбірден айырмашылығы неде? Жазайық. Мысалға, түбір сөзде қандай мағына болады? Мысалға, айт деген етістікті алатын болсақ, түбір тұлғадағы және сен айт деген нөлдік тұлғадағы сөзді алайық. Сөйлем ішіндегі.
түбір тұлғадағы сөзімізде жалпы грамматикалық мағына болады, ал категориялық грамматикалық мағына болмайды. Ал жіктеліп келген жағдайда айт сөзінде жалпы грамматикалық мағына сақталады, сонымен қатар категориялық грамматикалық мағына да сақталады. Яғни бұл жерде қосымшаға тән мағыналар бар. Ол нөлдік тұлғада тұр, бұйрықтық мағына болып тұр, екінші жақтық, жекешелік, анайылық мағына болады. Сондықтан түбір тұлғадағы сөздің мағынасы менен қосымшамен келген сөздің мағынасында айырмашылық болады деген сөз. Келесі, қалып етістігінің тікелей шектелу себебі неде? Қалып етістігі басқа етістіктер секілді емес, тікелей шектеле алады. Мәселен, мен отырмын, мен тұрмын, жүрмін, жатырмын деген секілді. Оның себебі қалып етістігі тарихи тұрғыдан түбір емес, түбір мен қосымшаға ажырайды. Оны жатыр етістігінен байқауға болады. Мәселен, жатырдың түбірі жат деп алуға болады. Ол мағыналы бөлшек. Ар деген тарихи тұрғыдан көсемшенің байырғы жұрнағы. Қалған тұлғаларда осыған ұқсас отыр, тұр, жүр дегенде барлығы ір дыбыстарына аяқталып тұр. Демек, бұл оның құрамында көсемшенің жұрнағы бар екендігін білдіреді. Тақырып бойынша бірқатар тапсырмаларды орындадық. Назар қойып тыңдағандарыңызға